Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы женттің жасалу жолымен бөліспекшімін. Тез әрі оңай дайындалады. Бестің шайына ата-енеңізбен, туған-туыспен ішкенге өте дәмді. Ең бірінші бізге талқан керек болады. Негізінде сөк талқаны өте әдемірек, виді әдемі көрінеді. Сосын шекер және сары май. Сары май бөлме температурасында жұмсақ болуы керек. Ал енді бастайық. Бізге шұңғылдау ыдыс керек. Сол ыдыстың ішіне талқанды саламыз. Мен барлығын көз мөлшермен есептеп салдым. Егер сіздерге бұдан да көп адам болатын болса, осыдан 2 есе ғып жасасаңыздар болады. Сары майды міндетті түрде пышақпен бөліп майдалап саламыз. Әр салған сайын майдалап отырамыз. Барлығын бірден салмаймыз, яғни мөлшермен саламыз. Жақсылап мыжып, осы біздің талқанымызбен жақсы араласуын қадағалаймыз. Сонымен қатар бұл жентке мейіз қоссаңыздар өте дәмдірек көрінеді. Мен жаңа басында сөк талқаны деп айтып кеттім ғой. Яғни сөктің талқанының светі бұл жаңағы біздің бидайдың тары талқанының светіне қарағанда өте әдемірек, ерекше көрінеді. Шекерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Егер тәтті болғанын қаласаңыздар, бұдан да көп мөлшерде салуға болады. Егер онша тәтті емес болса, аз ғана мөлшерде салуларыңызға болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Шекердің жақсылап араластырамыз. Шекер міндетті түрде барлығымен біркелкі араласуы тиіс. Осылай шекермен араластырып жатқан кезде біз сүтімізді газге қойып қоямыз. Ол өте қатты ыстық болу керек. Және көз мөлшермен сәл ғана құйып шығамыз. Және оны жақсылап қасықпен араластырамыз. Және сүт өзі бойына сіңіріп алады. Және бұл біздің жентіміздің өте жұмсақ әрі дәмді болып шығуын қамтамасыз етеді. Бұның орнына сіздер қоюлатылған сүт, яғни сгущенканы қоссаңыздар да болады. Және өздеріңіз қалаған формада, дөңгелек формасында, сопақ формасында, өз қалауларыңыз бойынша осылай құрт формасында жасап шығамыз. Таңғы асқа, бестің шайына таптырмас тағам десе болады. Жентті міндетті түрде наурыз айында біздің қазақтың ұлттық тағамы ретінде жасаймыз. Және осы менің рецептім бойынша жасап, мені белгілеуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Рахмет. Сіздермен болған Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде менің төмендегі каналыма тіркеліп, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бұдан да бөлек өте ерекше жаңа рецепттерді салуға тырысамын. Рахмет.